Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Жастайымнан әнге құмар болдым. Кез келген ән қосылса болды, ыңылдап, сол әнге қосылып айтып, ырғағына ілесе билей жөнелетінмін. Бәлкім, ағамның ортасында өскендіктен болар, ер мінезді, қайтпас қайсар, батыл болып өскенім. Бойымда қызға тән қылық жоқ, тұла бойым тұнып тұрған энергия. Билегенде жан тәніммен беріле билеймін. Жүрген ортамды үнемі күлкіге қарық етіп жүремін. Менің биімді көрген адамның делебесі қосып, менімен бірге билей жөнелетін. Өнер ордасына оқуға түсіп, атақты әнші болуды қаладым. Алайда әке-шешем, сен қыз баласың, әнші болып іс-сапармен әр жерде бір жүріп, өміріңнің жартысын жолда өткізгеніңді қаламаймыз. Әйел болып, ардақты жар, аяулы ана болып, отбасы ошақ қасында отырғаныңды қалаймыз деп, мені мұғалімдікке оқуға түсірді. Өзге қалаға оқуға кеттім. Әкем мен анамның қалауына қарсы келгім келмей, өзім қаламасам да мұғалімдікке оқып жүрдім. Бірақ адам баласы жаны сүйіп қалған іспен айналыспаса болмайды екен. Ән айтпаса тұншыға бастаймын. Денем ауырласып, өз теріме өзім сыймай кетемін. Құрбылармен бірге караокеге барып, ән айтып, жаным рахаттанып қалатын. Бірде караокеде ән айтып тұрғанымда, бір жас жігіт біздің бөлмеге кіріп келді. Жан тәнімен ән айтып тұрған мен, ол кісіні мүлдем байқамаған едім. Ән біткен сәтте қол соғып, қошемет көрсеткенде таңданып қалдым. Қарындас, сіздің дауысыңыз өте керемет екен. Тыңдаған адамның құлағының құрышын қандырады. Әнді жаныңызбен сезініп айтып тұрғаныңызды байқадым. Кәсіби әншілерден еш кем емес. Көп рахмет. Бірақ сізді танымадым. Сіз кімсіз? Мен продюсермін. Сіздерге қарасам, студенттерге ұқсайсыздар. Я, студентпіз. Менің сіздерге ұсынысым бар. Егер қарсы болмасаңыз, бізбен бірге ән жазып, той-томалақты ән шырқап, біраз ақша таба аласыз. Жоқ, қажет емес. Дарыныңызды неге ішке тұншықтырасыз? Сіздің дауысыңыз құлаққа майдай жағады. Тартымды дауыс. Қажет емес. Мынау менің визиткам. Егер ойланып бір шешімге келсеңіз, маған кез келген уақытта хабарласыңыз. Құрбыларымен пәтер жалдап тұрушы едік. Караокеден шығып пәтерімізге келдік. Әлгі кісінің айтқан ұсынысы миымнан шығар емес. Бір жағы ақша тауып өз қажетіме жаратсам, жақсы емес пе деп ойлап қоямын. Бірақ әке-шешеме берген уәдем бар. Тойда ән салсам қазіргі заманда ақпарат желден жылдам тарайды ғой. Бұл жайлы әкем естісе, үйге қайтарса не болады? Сол түні ұйқым қашып, ойым әбден шатасты. Ойлана келе оқуымды оқып, тыныш жүруге бел будым. Күндер өте берді. Шығыным шаш етектен, пәтер ақысы, жеп-ішер тамақ, киім-кешек, ары-бері қыдыру бәріне ақша жетер емес. Стипендиям түкке жетпейді. Амалсыз тағы да әкемнен ақша сұрау үшін қоңырау шалдым. Әке, күмілжіп тұрғанымнан ақ әкем бірден түсінді. Тағы ақша сұрағалы тұрсың ба? Санаң соншама таязданып кетті ме? Тапқанымды саған берсем, өз күнімізді қалай көрмекпіз? Бір апта бұрын ғана ақша салған жоқпын ба? Өзіңнен кейінгі бауырларың барын ұмыттың ба? Кешіріңіз әке, стипендияңды жеткіз өзіңе. Жарайды әке. Сол мезетте ашудан жарылардай болдым. Сол сәтте әлі-ақ көресіңдер деп өзім ант бердім. Әлгі продюсердің визиткасын іздеп тауып, бірден қоңырау шалдым. Сәлеметсіз бе? Сәлем, тыңдап тұрмын. Өткен жолы караокеде кездесіп едік. Ән жазғызайық деп едіңіз. Я, есіме түстім. Ойлап бір шешімге келдің бе? Сол үшін хабарласып тұрғанымды біліп тұрсыз ғой. Тамаша, ендеше саған мекен жайды жіберем. Сол жерге келсең, бірге ән жазамыз. Жарайды. Айтылған мекен жайға барып, продюсермен бірге той әндерін тыңдап, бірге ән жаздық. Көңіл күйім керемет. Өз әндеріме өзім билеп мәз болып жүрдім. Тойға шақырту түссе, өзім хабарласамын деген продюсерден қоңырау күтіп, телефонымды жанымнан бір елі тастамай жүрдім. 3 күннен соң продюсердің хабарласып жатқанын көріп, жүрегім атқылап, аузымнан шығып кете жаздады. Сәлем,
Қуана берсек болады. Алғашқы тапсырыс түсті. Түстен кейін студияға кел. Сол жерден тойға бірге барамыз. Жарайды, сізге көп рахмет. Боянып, әрленіп студияға бардым. Маған әдемі көйлек берді. Сәнденіп алып тойға кеттік. Алдын ала жазылған ән қосылып тұрғаны маған онша ұнай қоймады. Өтірік ауыз шыбырлатып тұрғаннан әнді жүрекпен сезініп, барынтамен айтып, би билеп, терлеп тепшіп тұрған мың есе артығырақ екен. Көпшіліктің алдында қобалжып, сөзін ұмытып қалуың, шаршап, ентігіп қаласың деп жанды дауыста ән айтуға продюсер рұқсат бермеді. Бірте-бірте етім үйренді. Солай табыс тауып жүрдім. Продюсер биші қыздар қоссақ керемет боларын айтты. Солай жанымдағы құрбыларыммен 4 қыздан тұратын би тобын құрдық. Бәріміз мәзбіз. Өз ақшамыз қалтамызда. Сөздің шыны керек, кейде биші қыздарымыз тым ерсі, ашық, шашық киім киетін рас. Бұралаңдап билегендері де жұрт назарын аударады. Ұзын құлақ арқылы әкем бұл жүрісімнен хабардар болыпты. Қоңырау соғып, бар даусымен ұрса жөнелді. Мен сені не үшін жібердім? Той-тойлап, секеңдеп, билеп жүрсін деп пе? Әке, маған бұл жұмысым ұнайды. Әрі өзімнің қажетімді өзім тауып жүрсем, мұның несі жаман? Қызым, мені тыңдап ал. Егер бұлай жалғастыратын болсаң, үйге қайтып оқуды да ұмытасың. Әке, мені білесің ғой, ашуым шықса бәрін қырып жоятынымды білесің. Егер тағы тойға шығар болсаң, сені тауып алып, шашыңнан сүйреп үйге алып қайтамын. Ұқтың ба? Иә, жарайды. Сол күннен бастап ән айтуға шықпай қойдым. Продюсерім қайта-қайта қоңырау шалып, тоқтамауымды сұрайды. Ал мен болсам, әкемнің ашуынан қорқып жүрдім. Солай 2 апта өтті. Әр күн сайын қураған гүл қосап, жанарым солып, өмірде ешбір қызық қалмағандай беймәлім күйде жүрдім. Телефоныма Путин нөмірден қайта-қайта қоңырау шалып, мазамды алып қояр емес. Тұтқаны көтердім. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Мен сіздің тойымда ән айтқаныңызды қалаймын. Мен тойда ән айтпаймын. Тоқтаңызшы, тұтқаны қоймаңыз. Мен сіздің қызмет ақыңыздың ақшасын 2 есе төлеймін. Жоқ, ренжімеңіз, бара алмаймын. 3 есе берсем ше? Ойланып бір хабарын айтсаңыз. Жарайды, өзім хабарласам. Көп ақша кімде-кімді болса да қызықтырары хақ. Бір тойға шыққаннан бірнеше тойдың ақшасын алсам жақсы емес пе? Ойымды тек ақша жаулап алды. Бірден продюсеріме қоңырау шалып, бұл жайлы айтып едім, ол кісі де қуана ұсынысты қабылдады. Әлгі әйелге қоңырау шалып баратынымды айтып келісім жасадық. Сол күні айтылған мекенжайға жанымдағы биші қыздар, музыкант жігіттер, бәріміз 7 адам болып жолға шықтық. Біз шақырылған үй тым ерсі көрінді. Ауылдың ең шеткі жағында орналасқан. Ескі құсқы үй. Далада өріп жүрген бір топ адам. Телефон арқылы сөйлескен әлгі әйел алдымыздан шығып күтіп алды. Дауысынан сол кісі екенін таныдым. Бізді қос қабатты үйдің бір бөлмесіне алып келді. Мынау сендердің бөлмелерің, осында киім ауыстырып, аздап тынығып алыңдар, деді де шаң тозаң басқан өрмекші ұя салып тастаған бөлмеге тастап кетті. 5 қыз 2 ұл едік. Бәріміз таңданып, бір жағынан бойымызды үрей билеп алған. Жан жағымызға үрейлене қарап, қандай мекеге келгенімізді түсіне алмай қойдық. Бір сәтте мен сахнаға шығып, ән айта бастадым. Бір сәтте көзім бір адамның аяғына түсті. Осы сәтте есімнен тана жаздадым. Оның аяғы кәдімгі біздікіндей аяқ емес еді. Аттың тұяғы ұқсас бірдеңе. Аяқтары жерге тимей тұрды. Осы сәтте алдын ала жазылған музыканың қосылы тұрғаны қандай жақсы болған. Әйтпесе, олар менің шыңғырғанымды естуші еді. Бар күш-жігерімді жинап, сездірмеуге тырысып, міз бақпай тұрдым. Бір кезде биші құрбымның бірі шыңғырып жылап жіберді де есінен танып қалды. Әлгі адамдар топырлап жанымызға жинала қалды. Оған не болды? Бұл қыздың осылай талып қалатын әдеті бар. Мән бермеңіздер. Мен оны бөлмеге алып барайын. Аздаған уақыттан соң есін жияды. Жарайды, аздап тынығып алыңдар. Менен өзгелер оған не болғанын түсінбеді. Бөлмеге алып барып бетіне су бүркеп, түрткілеп жүріп әрең ояттым.
Ол бірден есеңгіреп, оларды көрдің бе? Деп шошынған дірілдеп әрең сөйледі. Тыныш үндеме. Сендер нені көрдіңдер? Біз нені байқамадық? Шәй, ештеңе емес. Жоқ, бәріміз ақылдаспасақ, бұл жерден тірі шыға алмаймыз. Олар адам емес. Адам емес дегенің қалай ол? Олардың аяқтары адамдікіндей емес, жануарлардікіндей тұяқ. Не? Енді не істейміз? Олар бізді жібере қоймасы анық. Демек, олар жындар болғаны ғой. Жын дейсің бе? Біз жаңа жылда мешіт көрдік, я? Мешіттің жанынан өттік. Олай болса, тура 2 сағаттан соң азан шақырады. Егер расында да олар жын болса, азан шақырған сәтте олар жер бетін тәрк етеді. Міне, сол сәтте біз қашаламыз. Оған дейін ешбірің үндемей, сездірмей, әрқайсысың өз жұмысыңды орындаңдар. Продюсер айтқандай, мен ән айтып, қыздар биін, жігіттер музыкасын тоқтатпады. Неше ән айтқаным есімде жоқ. Бір сәтте биші құрбымның бірі шыдай алмай шыңғырып жіберді. Олар топ-топ болып бізге қарай келе жатты. Біткен жеріміз сол болар деп едік. Бір сәтте ең жағымда әуен азан айтыла бастады. Міне, сол сәтте әлгілер қишулап бірден жоқ болып кетті. Сол сәтте көзімізге ештеңе көрінбей, тек аман қалуды ойлап бәріміз көлікке мініп қаша жөнелдік. Біраз жер жүрген соң алдымыздан бір қарт кісі шықты. Қолын бұлғап көлікті тоқтатты. Әй, шырақтарым, сонша жүйткіп қайда келесіңдер? Бұл жақта не істеп жүрсіңдер өзі? Бізді тойға ән айтуға шақырып еді. Кімнің үйінен қайттыңдар? Ешкім той істегенін естімеген едім. Осы көшенің ең соңындағы үйден келеміз. Қой балам, қателесіп тұрған жоқсың ба? Жоқ, сол үйден келеміз. Ол үйдің қараусыз жатқанына қаншама жыл болды? Солай ма? Я, мен осы ауылда туылып өскенмін. Бұл ауылдың әр үйін, әр тұрғынын 5 саусақтай білемін. Ол үйді егелері тастап кеткелі қаншама жыл өтті. Рахмет аға. Тоқтаңдар. Қорыққаннан артымызға қарамай солай жөнелдік. Жүрек дүрс-дүрс кеудемізден атылып шығардай күйдеміз. Қалаға жеткен бойда дүкенге тоқтап су алып ішіп, бетімізді жуып, ес жия бастадық. Өңіміз бозарып бәрімізді үрей басып алған. Әркім өз мекеніне қарай жол тартты. Қыздармен сол күні түні бойы қалтырап, дірілдеп отырдық. Ұйықтауға қорқып, бойымыздағы үрейден құтылу үшін интернет ақтарып, сүре дұғаларды тоқтаусыз айта бердік. Сол сәтте жындардың тойында, осы жерден аман шықсам, ән айтуды қоямын деп ант етіп едім. Сол сөзімде тұрып, ән айтуды тоқтаттым. Бар ойымды оқуға арнап, 5 уақыт намазға жығылдым. Аллаға шүкір, бойым жеңілдеп, үрейден құтыла бастадым. Білікті маман иесі болып, ауылыма оралдым. Әкем мен анам да риза. Бірақ олар қызының жындардың тойында ән салып барып, тәубесіне келгенінен бейхабар еді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.